Саламатсыздар балалар, әдебиеттегі оқу пәні 88-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не үйрендім. Осы бөлімдегі мәтіндерден оқыған сөздеріңді қолданып көр. Қажетті сөздерді орнына қой дейді. Бірінші тапсырма. Анаңды сағынғандай сағынасың. Қой әкелді кезін. Ешкі әкелді жемісін. Көкте қызыл жасылды кемпір қосақ. Әнші құстар басты әнге. Яғни осы бөлімде оқыған мәтіндеріміздің арасында кездескен сөздері. Екінші тапсырма. Кластер құрастыр. Қоршаған орта екен. Осы қоршаған ортаға нелер жатады? Ғимараттар, тау, адамдар, өзен, гүлдер мен ағаштар кіреді екен қоршаған ортаға. Үшінші тапсырма. Мамыр айында табиғат тағы қалай өзгереді? Өз ойыңды жаз. Мамыр айында табиғат ерекше құлпырады. Ағаштар бүршік жарып, гүлдер қауызын ашады. Айнала көк шалғын шөпке боялады. Аққуды атуға болмайды. Кекті атқанды киесі ұрады. Қарлығаштың ұясын бұзба. Яғни, біз өткен тыйым сөздердегі қалып кеткен сөздерді қойып орнына көшіріп жаздық. Мәтін түрлерін анықтай аласың ба? Сипаттау мәтінін көрсетеді. 3 мәтін берген екен. Сәкен Сейфуллин көлде, Канахин Болаттың белгісі, Леонардо да Винчи арыстан мен қозы. Бұл жердегі сипаттау мәтіні Сәкен Сейфуллиннің көлде. 9-шы тапсырма. Арыстан мен қозы шығармасы мәтіннің қай түріне жататынын айт дейді. Арыстан мен қозы әңгімелеу мәтініне жатады. Өйткені, себебі деп келетін дәлелдеулерді қажет ететін мәтін түрі пайымдау мәтіні. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.